Біздер қазіргі таңда жаңа айттым мен. Осы бірінші берілетін 4 айға береді лицензияны. Сол 4 айға бергені барлық бергені 1 тонна кипар. Бір бригадаға. Ол біздер жаңа айттым ғой мен. Күніге 1 тонна аулауға болады. Біз бірақ аулай алмаймыз оны, себебі біздің сақтайтын жеріміз жоқ деп. Солай енді біз күніге 200 кило, 300 кило аулаймыз да болды, қайтамыз. Артық салатын жеріміз жоқ. Проблемамыз сол, бізге жаңағы жағадан морозильник, холодильник салса, енді мен ана обрабатывающий завод бірдемелерді айтып атқаным жоқ. Оны әуелі жаңағы қабылдайтын жасап алсын. Содан кейін сол кезде балықшылардың бәрі де өздері үшін әкеліп соған тапсырады. Өздері үшін. Бәрі де жалғыз мен емес. Бәрінің көріп жүрген күні осы. Бәрі де қайықпен келеді, мына жерден оны үйіне тасиды. Үйіне апарып холодильникке салады. Одан шығарып қайта бірдемеге тиеді. Өйтіп жүргенше мен неге сразу тапсыратын жер болса соған неге тапсырмаймын? Және тапсыратын, қабылдайтын жер болса мен қорықпай аулаймын. Алып келем қанша түседі бәрін. Біздерде қазір жағдайлар болып жатыр, ауды қайырғанақта ішіне толып кетеді де, бізге керек емес деп қайта ашып жібереміз ауды. Кетсін деп. Себебі артық. Тек аудың көзіне ілініп қалғанның өзі жарайды бізге. Босқа шіртеміз ғой, енді не істейміз оны. Және әкелуі де қиын. Біз ана жаққа кеткенде үстімізге 400 штук сиятын холодильниктер бар. Содан 2 салып кетеміз. 800 штук бізге жарайды. Содан артық біз ала алмаймыз. Мен жаңа холодильниктен мұздарды не үшін көрсеттім? Соны мен ертең алып кетем. Алып кетіп, сояқтан мұзбен алып келеміз. Басқа бізде әкелетін шанс жоқ. Тек мұз қазір қорғайтын. Мына ысыда 2 сағат шығып көрші кипалды. Жылонекай емес, ноябрьдің 15-інде тоқталады. Қазір бізге мінекей июньнің 30-на дейін берді. Сол июньнің 30-ында біз документ тапсырамыз. Тапсырғасын, бұлар тағы проблема қылады. То ана военный қол қоймайды, то анау қол қоймайды, мынау қол қоймайды. Біздер июльдің 15-20-на дейін документ ала алмаймыз. 15-20 күнді босқа өткіземіз. Июльдің 1-нен ноябрьдің 15-на дейін бөлек беріп тұр. Неге соның бәрін біріктіріп, марттың 15-нен ноябрьдің 15-на дейін бермеске? Неге біз ортасында жүгіреміз өйтіп? Бізге тек қана кипал береді, келкі береді. Неге шабақ, сазан, судак неге бермеске? Лешті неге бермеске? Біздер әлде ауға түскенде сендер біздің қағазымызда жоқсыз деп қоя береміз бе? Ол өліп қалады. Түнімен тұрған ауда. Мен бір жиналыстарда айттым, неге частиковый пород деп жазбайсыз? Сосын біз журналымызға жазамыз ғой, осындай сазан түсті, осындай судак түсті, осындай леш түсті, осындай вобл түсті деп жазар едік. Оған келіспейді олар. Үйін тастаймыз ғой, амал жоқ. Амал жоқ, тастаймыз. Алып келсек бәлеге қаламыз. Міне жағада солдаттар тұр. Қапты ашып қарайды бейді. Ішінде не балық бар деп. Қайдағы ақшалы екенін білмеймін. Олар ар жағында, мысалы, сазанның келасын 30 теңге, судактың келасын 30 теңге деп алады олар. Природопользовательдер солай алады. Ол рибақланнан алады. Анаған 100 тонны, мынаған 100 тонны деп береді. Олар әкеледі де бізге бөледі. Бөлгенде бізге тек кипалы менен келкісін береді. Олар екеуі де әншейін балықтар екен. Оларға ақша төленбейді. Белгілемейтін балықтар олар, аулай береді оны. Солардан бізге береді де, бірақ бізден 70 мыңнан 120 мыңға дейінгі әрқайсысы әртүрлі ақшаларын қағып алады. Біз оны неге төлеп отырмыз? Ана балықтар ақшалы деп бермейтін болса, оны түсінбеймін. Лицензия сатып аламыз ғой. Әншейін кім береді? 120 мыңның арасы. Тегін балықты ғана береді, қалғанын бермейді. 120 мың неткендер, олар жазады 500 келі, 600 келі деп сазан судактарды жазады. Олары да ештеңе емес енді. Жақсы, айту атағы бар ғой ішінде. Ол жаңағы басқа природопользователь. Сіздерге оны бермей отыр, 120 мың алам десеңіз де? Бізге бермейді.